Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ірімшіктен құймақ жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырашаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ең бірінші 3 жұмыртқаның үстіне сода мен тұз қосамыз. Мен екеуін бір ыдысқа біріктіріп алдым. Енді жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне сүт қосамыз. Сосын ірімшігімізді қосамыз. Мен оны теркадан өткізіп алдым. Сосын көк пияз қосамыз. Енді тағы да жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне шет-шетінен ұн қоса отырып, құймақтың массасын дайындап аламыз. Сонымен достар, мінекей ұн қосып осындай қамыр елеп алдым. Енді тағы бір ескеретін жайт, оның үстіне сұйық май қосу керек. Сұйық майды соңынан қосқан дұрыс. Егер де сіздер оны жұмыртқамен бірге араластырып жүретін болсаңыздар, құймақтарыңыз жабысып қалуы мүмкін. Сұйық май әсер етпейді. Мінекей біздің құймақтың массасы дайын. Енді оны пісіруге кірісеміз. Достар, енді құймақтарымызды пісіре бастаймыз. Астына міндетті түрде май жағу керек. Май жақпасаңыздар, құймағыңыз жабысып қалады. Енді құймақтың массасын құямыз. Бір ожау жетпейді, 2 ожау құю керек. Орташа отта пісіреміз. Бұны майда аладий секілді пісіруге болады. Екінші жағында қызартып пісіріп аламыз. Енді оттан аламыз. Сонымен достар, біздің ірімшіктен жасалған құймағымыз дайын. Өте күшті болып шыққан, иісі деген бүкіл бөлмені алып кетті. Мінекей осындай жұмсақ. Өте оңай жасалады. Ендеше дәмін көрейік. Не деген күшті. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңырашаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше астан болсын, сау болыңыздар.